Бұл мен после душа шашым әдемі түс болып келе жатыр, достар. Қоңыр, прям шоколадный, әдемі. Өзімен алып келе жатыр. Күндерім қалай өтті? Маған көбісі жазады да. Мен жалғыз басты анамын, мен екінші рет тұрмысқа. Ақтөбеде нормальный киім сататын жер бар ма? Кім біледі? Бәрі бірдей походу işte. Бәрі фасондары мындай заманауи дейді. Но бағалары біреуінің 36 мың болса, анада 35 мың. Короче, бәрі біріне ұқсайды. Бір необычный сататын жер бар ма? Классика болсын, спортивный болсын. Өсіп қалды апта еп. Күн қалайсыздар? Жаңа бір магазин көрсем көгі дейді. Мынау шашым жан-жағы алынып сөйтсем шашыма көгелеп тұрған. Көгелеп кеткесін. Ладно, это фигня. Братан машина алыпты әйтеуір. Жақсы жетеу. Красавер. Құтты болсын. Қуанышты болып тұр. Күшті болып тұр ше настроение. Наверх? Да. Ехал. Баршаларыңызға қайырлы кеш, өздеріңізге тіке қарап тұрып сториске өзім шығып жатырмын. Бүгін кешкейдің қолым босамады. Соңғы точкам осы барахолка жақтан төмен қарай Өжет базары болды. Өжет базарына келіп өзім кішігірім керекті заттарымды алып, сәл-пәл шопинг деп айтамыз ба, сондай заттарды алып, мінекей сөйтіп қайтып бара жатқан жайымыз бар. Бағана мен келгенде адам көп еді, қазір уже адамның қалай азайып, базардың қалай жабылып жатқанын өзім түсінбей қалдым. Базарға келсең сол ғой, бағасың айналып кетеді. Аралап жүріп алғаным сол үш ақ зат. Таңдағышпын ғой мен андай қатты таңдаймын да, ұнамайды көп нәрсе. Сонымен алып, әйтеуір іздеп жүрген затымды тауып, жұмыстарымның барлығын бітіріп, күш жинайын деп өзіміздің Нават шайханасына келдім. Қазір жақсылап тамақтанып алу керек. Сонымен дальше жұмыстар. Бұяқтың маған енді пловтары өте қатты ұнайды. Сол бір пловтан бір жеп, күш жинап, дальше жұмыс істеу керек. Жан, Хаметі босанған кезде енді 5 набирать етті ғой. Сосын кейін 10 килограмм ба тастады. Бір капсула ма бір нәрсе ішіп жүрген, азатын. Мен енді оға сенген жоқпын, что азудың тек қана бір жолы ол фитнес деп айтатынмын. Сөйтсем анда капсула бар екен, который аппетитіңді азайтады, и соответственно сен азасың. Сондай ішіп 10 килограмм тастап, азып 12 ма даже сондай тастаған. Енді сондай капсуланы Ақназарды босанғаннан кейін тоже тағы да ішіп азып жатыр. Соның оқырмандары сұрады, там қаншама халық қалай аздың деп. Айжан фитнеске бармайды, ол түсінікті қалай азып жатқаны. Сондай капсула сұрады, қаяқтан алдың деген сияқты. Мен Айжан өзінің именно ішкен капсуласын сіздерге де сатамын деп шешті. Заказдар түскен, мен қазір Қазпоштаға барып жатырмын. Капсулаларын салып жіберейін деп жатырмын. Біреуін Шымкентке, біреуін Өскеменге, біреуін Ақтауға деген сияқты. Заказдары бар. Кешеден бері сатып жүр, енді өзі бизнес жасап, соны мен де көмектесейін деп почтаға бардым. Доброе утро всем. Түнімен балам екінші этажды көшірді. Санитарка апа мен медсестра екеуі кезекпен кезек қарап ұйықтап алдым мен. Тұрып алып, шай ішіп, тамақ жеп отқаным бар. Завтрак. Таңертең сірә давление өлшейміз, бірдеңе өлшейміз деп оятады ғой. Енді қазір апход. Өмір ерте тұрмайтын алтады. Ерте тұрып. Бүгін шынап тастасам болды. Қамшым сықытты, адам көрмей. Өмір адамдарға видеосын өкіп беді ондамайтын мен. Бәріне WhatsApp-тың берекетін алып видеосын өкіп беді ондап. Айттым ғой сендерге, ондай видео түсірмеймін деп. Шариктің үстінде ырсылдап, секіріп, кітігіді деп атқан вообще түсірмеймін дедім. Ішке маймыл кіргізіп, бұттан шығып атқан түсіріп, 9 ай 10 күн толғайды деп салмайым деп айттым ғой сразу басынан. Босанғаннан кейін просто босандым деп видеоны бетіп салып шығарам дедім. Атак процессті қалай ыңырсып атқанымды не істемеймін дедім, салмайым дедім. Түсірген де жоқпын, құрсын. Ондай кезде түсіру бола ма? Осылай киімді ұстап келеді.
Баняның заты. Банян деп тренажеркаға баратын киім. Баняға бару керек. Баняға да заттар дейін потом алып шығамын. Баня үйдің жанында, мына жақын жерде. Сол себепті без проблем баня. Қазір қайда барамын? Қазір кішкене киім алып кетсем ба деп. Абекең әлі базарда жүрген. Ояқта машина әрең тапқансың ғой. Қайда қойған, қаяқтан кіргенді. Күшті бір точкалар таптым енді андай. Бағасы да жақсы и киімдер де жақсы. Киімде вечный емес қой. Ары кетсе бір 2-3 ай, 4-5 ай киесің. Сол кенже қанда жүрмін. Пробка. Пробка бітсінші деп тұрмын. Бір жерден қазір тамақшы болам. Плов таппай келатырмын. Күндіз бәрі кетіп қалған. Маған осы куртканы ана бір шетелден жіберген. Мен қазір атын да ұмытып қалдым. Ана Томмидің несі, Томми Хилфиджер ма, сондай оқылатынын да білмеймін даже. Сол короче оригинал куртка болатын. Осыдан 5 жыл бұрын маған жіберген. И мен жылына өзі бір-ақ рет па, бір кием, 2-ақ рет па. Білмеймін, қақа кием мынаны деймін, мен жылтыратып бар ғой. И аяқ киім бар тоже. Ол аяқ киімнің өзі қымбат тұрады, айтайын ба. 2,5 миллион тұрады ол аяқ киім. Тұр менде босқа коробкада тұр. Біреуге берейін десем қимаймын. Ананы киейін десем, анау деген енді прям ана оригинал болған соң ше ауыр еще. Только оны бір анандай қысқа тауға ғана кимесең, басқа ешқаққа кие алмайсың.